Бұл оқиға қашан, қайда болғанын білмеймін. Маған да бір шал айтып берген еді. Ертеде бір хан өмір сүріпті. Хан қанша бай болса да, соңынан мұра қалдыратын бір перзентке зар болыпты. Күндердің күнінде Алланың нұры жауып, хан ұлды болыпты. Ұлан асыр той жасап, ұлын аялап өсіріпті. Күндердің бір күнінде жалғыз ұлы ауырып қалады. Еш нәрсеге тәбеті болмай, қатты қиналады. Кім-де-кім менің ұлымды жазатын дәрі алып келсе, мен оған байлығымның тең жарымын берем, деп жарлық жасайды. Алайда ханзаданың ауруын жазатын дәріні ешкім таппайды. Бір күні ханзада әкесіне келіп: «Әпке, менің ауруымды жазатын ешкім табылмады. Маған батаңызды беріңіз, мен сапарға шығайын. Мүмкін тәбетімнің неге жоқ екенін тауып қалармын». Келіспеуге амалы қалмаған хан: «Жарайды, жолың болсын», деп батасын береді. Осылайша ханзада тәбетін іздемекке сапарға шығады. Күн демей, түн демей жүреді. Арып ашып келе жатса, алдынан бір егінші шығады. «Ассаламуғалейкум, ата». «Уағалейкум ассалам, ұлым. Арып ашып, қайдан келесің?» «Менің тәбетім жоғалып кетті, ата. Енді соны емдейтін жақсы емші іздеп жүрмін. Өз елімде ауруымды емдейтін жан табылмады». Мен сенің ауруыңның емін білем. Оны жазуда қиын емес. Мұны естіген ханзада қатты қуанып кетеді. «Ата, ендеше мені емдеңіз. Не керек, бәрін берем». Ұлым, мен сені емдер едім. Тек мынау жүгеріні бүгін егіп бітіру керек. Не болса да келісуге дайын ханзада: «Әкеліңіз, мен ақ егейін. Сіз үйіңізге барып, дәріңізді жасай беріңіз». Жарайды деп келіскен шал хан ұлына кетпенін береді. Ханзада күні бойы егін егіп, еңбек етеді. Кеш батқанша барлық жүгеріні егіп тастайды.
қарны әбден ашқан хан ұлы не болса да жеуге дайын еді. Осы кезде шал да келеді. Жүре ғой, балам, үйге кіріп тамақтанып алайық. Тамақ деген сөзді естіген ханзада қуанып кетеді. Екеуі кіріп тамақтанады. Тәбеті ашылғанын түсінген ханзада ата, менің тәбетімді ашатындай асыңызға не қостыңыз? балам, сенің тәбетіңнің емі ешқандай да дәрі емес, еңбек, деп жауап берген екен. Ауруынан жазылған ханзада еліне қайтыпты.